Ассалаумағалейкум достар. Менің Лондонға келгеніме 2 аптадан асты. Өздеріңіз байқағандай шашым өсіп кетті. Енді сол шаш қысқартуға бара жатырмын. Және сіздерді Лондонда, жалпы Англияда шаш қысқартуға барғанда қалай сөйлесу керек, қандай сұрақтар қою мүмкін, түсініксіз жағдайлар болмас үшін сіздерді Англияда, Лондонда шаш таразыға барғандағы әртүрлі жағдайлармен таныстырайын деп, бағаларымен, олардың көрсететін қызметтері қандай, шаш қысқарту бойынша сол жайында бір қысқа видео түсірмекшімін. Бізде Лондонда әдеттегідей күн бұлтты. Кеше күні бойы жауын жауды. Бүгін әзірше жауын жауып жатқан жоқ, бірақ күн бұлтты болып жауайын деп тұрған сияқты. Менің осы шаш қысқарту жайлы видео түсіруімнің өзінің себебі бар. Кезінде осыдан 15-16 жыл бұрын алғаш Францияға барған кезде, барғаннан кейін бір 2 аптадан кейін шаш қысқартуға, шаш таразыға барып, түсініспеушілік болып, шашымды өте қысқа қылып, мен ойымдағыдай емес қылып алып берген. Амал жоқ, жаңағы өскенше шыдап жүруге мәжбүр болғандығым. Ондай жағдайлар керек десеңіз, өзіміздің елде де, Қазақстанда да болып жатады. Ойымыздан шықпай жатады кейде шаш таразының алып берген шашы. Сондықтан шетелде тем более қиындау болады. Шашыңызды бояп жүру мүмкін, немесе өте басқаша бір прическа жасап беру мүмкін. Ондай кездерде амал жоқ, адам кепка киіп, шапка киіп, немесе очки, шляпа деген сияқты нәрселермен өзінің онша емес ыңғайсыз прическасын жасыруға мәжбүр болып жатамыз. Ал енді қазір шаш таразыға жақындап қалдым. Мінекей достар, мен шаш таразыға да келдім. Шаш таразының аты Pro Barber екен. Әдемі шаш тараз. Қазір мен сіздерге сыртынан және ішін көрсетем. Шаш алатындарын. Hello. How are you? I'm okay, thank you. Достар, жаңағы мен барған шаш таразы өте қымбат екен. Кіріп бағасын сұрасам 25 фунт стерлинг дейді. Ол да бір үлкен мәселе, оны да алдын ала біліп алу керек. Себебі 25 фунт стерлинг біздің теңгемен 15.000 теңгеден асады. 15.000 теңгеден асады, сондықтан ол өте қымбат. Қазір мен басқа шаш таразыға келдім. Супер стайл екен аты. Бұл жерде бағасын сыртына жазып қойыпты. Бағасын және шаш таразды ішінен сыртынан сіздерге көрсететін боламын. Мінекей шаш таразының іші. Шаш алатын жігіт маған видеоңды түсіре бер деді. Шаш таразының іші өте әдемі, жинақы, барлық инструменттермен қазір шаш алуды бастаймыз. Мінекей достар, менің шашымды 13 фунт стерлингке алып берді. Ол жердегі баға 13 фунт стерлинг екен. Біздің бағамен жобасы 8-9 мың теңге. Ол да болса біздің Қазақстанмен салыстырғанда қымбатырақ. Бірақ Лондонда ол орташа баға деп ойлаймын. Себебі жаңа жігітпен таныстым. Шаш алатын шаш тараз жігітпен, өз мұсылман екен. Лондонда тұрып жатқанына 20 жылдан асыпты. Ирактың тумасы екен. Ирактық жігіт екен. Біраз сөйлесіп, танысып, бағаларды сұрап, өмірді сұрап, Лондон жайлы. Жалпы айтайын деген, кез келген тілді үйреніп жүрсеңіз, ағылшын болсын, басқа болсын, шетелге шыққанда, қыдырғанда көбірек адамдармен сөйлесе беру керек. Мүмкіншілік туған сайын кез келген мүмкіншілікті пайдаланып, базарда болсын, көшеде болсын, шаш тараз, магазинде. Себебі кез келген тілді үйренген кезде
ең қиыны сөйлеу. Адам ұялады, қате айтып қоям ба дейді, дұрыс емес айтып қоям ба деп ұялып қысылып көбінесе сөйлей алмай жатамыз. Сөйлей беру керек. Барлық адам жаңылысады, жаңылысу арқылы үйренеді. Ал түсіну ол оңайлау неге жатады? Қабілетке. Адамдарды сөйлеген түсініп жатамыз, бірақ айтуға келген кезде қиналып жатамыз. Сондықтан көп сөйлеу керек, көп практика керек сөйлеуге. Мүмкіншілік болған сайын сөйлей беру керек. Сонымен қатар 16 тілде сөйлеген, 16 тілде еркін сөйлеген венгриялық полиглот әйел болған, 20 ғасырда өмір сүрген, 90 жастан асып өмірден өткен. Сол кісі өмір бойы тіл үйренумен, тіл үйретумен айналысып жүрген. Сонда айтыпты, өзге тіл нашар болса да үйренуге тұрарлық жалғыз нәрсе деп. Яғни кез келген өзге тілді нашар болса да білсеңіз, ол үйренуге тұрарлық нәрсе да. Қарапайым жол сұрау, немесе бағасын сұрау деген сияқты қарапайым нәрселерді кез келген шет тілінде, әсіресе көп тараған ағылшын, испан, француз деген сияқты тілдерді біліп алсаңыз, ол сізге көп пайдасын тигізеді. Достар, тіл үйреніңіздер, оқыңыздар, ізденіңіздер, білім алудан ешқашан жалықпаңыздар. Білім алуды өмір бойы жалғастыру керек. Егер сіздерге тіл үйрену, өзін-өзі дамыту, білім алу деген сияқты тақырыптар қызық болса, біздің YouTube, Instagram, TikTok каналдарымызға жазылыңыздар. Және Шымкент қаласында біздің полиглот тіл мектебіміз бар. Сонда әртүрлі шет тілдерді үйренсеңіз болады. Офлайн және онлайн сабақтарымыз бар. Ағылшын, түрік, Қытай, орыс тілі, француз тілі деген сияқты тілдерді үйретеміз. IELTS-қа дайындаймыз адамдарды, оқушыларды, немесе студенттерді. Келіңіздер, біз сіздерге барынша жақсы білім беруге тырысамыз. Сау болыңыздар.